Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа жеңіл арпадан сорпа дайындаймыз. Менімен бірге жасалу жолын бірге қараңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен бастасақ, осылай сорпа қайнататын табамызға, үлкендеу табамызға, яғни кастрөлімізге суымызды құйып, оның үстіне сүйегі бар етімізді салып, сорпамыз қайнағанша астын орташа отқа қойып, бетін жауып, сорпамызды қайнатуға жібереміз. Сол аралықта сорпа ішетін кесенің көлеміндей жарты кесе дәл осылай арпамызды дайындап алып, оны суымызға салып, 2-3 қайтара, яғни арпамыз судан тазарғанша 2-3 қайтара мөлдір суда жуып аламыз. Яғни арпамызды дәл осылай толыққанды суымыз мөп-мөлдір болғанша, 2-3 қайтара жуып аламыз. Толыққанды жуылған арпамызды дәл осылай қайтып сорпа ішетін кесемізге салып, оның үстіне 1 кесе ыстық суымызды құйып, бетін жауып 30 минутқа тындыруға жібереміз. Сол аралықта сорпамыз қайнап, бетіне осындай көбіктері шығып, дәл осылай ожаудың көмегімен бетіндегі көбіктерін толыққанды видеода көрсетілгендей сүзіп аламыз. Содан соң сүзілген сорпамыздың үстіне жаңағы бұқтырылған жарты сағат көлемінде тұрған арпамызды толыққанды салып бастаймыз. Себебі біздер білесіздер, арпа ұзақ қайнайды. Етіміз бен арпа бірге піседі сорпамызда қайнап. Сондықтан ешқандай уайымсыз бұқтырылған арпамызды сорпамызға салып, сорпамызбен бірге, етіміз бірге піскенше арпа да бірге піседі. Екеуін бірге қайнатуға жібереміз. Дәл осылай арпамызды салып, толыққанды тағы бір асты үстіне араластырып, бетін жауып, толықтай етіміз піскенше, арпамыз піскенше баяу отта қайната бастаймыз. Сол аралықта біз арпамыздың салмасын дайындаймыз, яғни подливасын дайындаймыз. Дәл осылай табамызға шемешкі майымызды құйып, оның үстіне көбектеп, яғни тікеше туралған картопымызды, сәбізімізді, жуамызды салып, толыққанды майда қызартып пісіріп аламыз. Яғни қызартып қуырып аламыз. Содан соң жарты қасық тұз, қалауыңызға қарай жарты қасық томат пастасын қосып, және де өз қалауларыңызға қарай неше түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бұл жерде мен тек қара бұрыш, тұз және томат пастасын қосып, толыққанды жуамыз, картопымыз қызарғанша қуырып алдым, бетін жауып. Дәл осылай қуырылғаннан соң үйде өзім жапқан соленый огурцидың соғы бар, сол соғымызды құйып, бетін жауып 20-10 минут көлемінде қайнатуға жібереміз. Сол аралықта үйде жапқан өзімнің соленый огурцимді турап, яғни тікешелеп турап, видеодағыдай турап аламыз. Турап болған соң оны бір шетке қойып, дәл осылай жаңағы қайнаған подливамызда піседі. Сол аралықта сорпамызда қайнайды. Дәл осылай сарқылдап қайнаған сорпамыздың үстіне туралған қиярымызды, тікешелеп туралған соленый қиярымызды саламыз. Содан соң жаңағы қайнатылған, толыққанды пісіп қайнатылған подливамызды, яғни салмамызды салып, сорпаға біркелкі сорпамызды толыққанды араластырып аламыз, видеода көрсетілгендей. Толыққанды барлық салмасын салғаннан соң, піскен етімізді тікешелеп туралған соң, ол етімізді де салып, толыққанды 5 немесе 7 минут көлемінде сорпамызды тағы бір қайнатуға жібереміз. Сорпамыз толық қайнағаннан кейін дәл осылай пісіп шығады. Оны кесемізге құйып, кешкі асқа отбасыларыңызға ұсынсаңыз болады. Менімен бірге дайындаңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.